сабағымыздың тақырыбы Ыбырай Алтынсариннің «Дүние қалай етсең табылады» атты әңгімесі. Сабағымыздың мақсаты қандай болады деп ойлайсыздар? Сенен? Ыбырай Алтынсарин әңгімесімен танысу. Тағы да кім қосады? Тақырып бойынша жаңа сөздерді меңгеру. Аудиовизуалды мәтіндердегі ақпараттарын салыстырып, практика жүзінде қолданамыз. Лингафон ресурсын қолдана отырып, сөздердің дыбысталуын тыңдаймыз және қайталап отырамыз. Тіленші, қайыр сұрау. Аудармасы неші? Дұрыс. Қайыр сұрау сөзінің аудармасы просить милостыню. Дұрыс таптыңыз. Француз жұртының бір білімді адамы жазады. 1791 жылда өзім университет деген үлкен школда оқып жүрген жігіт күнімде әр 7 сайын Версаль қаласындағы шешеме жаяу барып қайтыпты. Рахмет. Қайырлы таң, осы жерде не істеп отырсың? Көріп тұрсыз ғой, қайыр тілеп отырмын. Сен қайауға еп-есті адам секілдісің, жұмыс істей аласың, ал істеп отырған ісің осы. Жұмыс таба алғандым, амалсыз отырмын. Бай болғың келе ме? Әрине болғым келеді. Бай болғың келсе, мен саған ақыл айтайын. Егер бүйтпесеңіз сұрайым, мұнан 25 жыл бұрын жұма сайын Версальдағы үйіңізге барып тұратын үйіңіз бар ма еді? Иә, сен Антонбысың? Рас. Сенейін бе, сенбейін бе? Мен сол көрген тіленшінің Антоныстың өзімін. Тіленшілікті тастап жұмысыма кірістім. Ақырында сол кісінің айтқандары орындалып, міне осы зор дүкеннің иесі болдым. Өте қуаныштымын. Байлықтың көзі еңбекте екенін түсіндім. Бай болғым келмейді, жақсы адам болса болды. Менің ойымша, ақша адамды бұзады. Ал мен теориямен келіспеймін, өйткені әр адам байлықты өзінше қабылдайды. Біз сабағымызды қорытындылай келе. Дүние қалай етсең табылады екен. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей демекші. Дүние еңбекпен, жұмыспен, оқып білім алғанда ғана табылады.